Еліміздегі рауажланулар әрбір инсанды толқынландырады, олардың өміріндегі өзгерістерге қарай тикар болады. Әлбетте, рауажланулар, өміріміздегі өзгерістер әрбір замандастарымызды шүкіршілік сезімдерін інәм етеді. Әлбетте, шайыр табиғат инсанлар да осындай жаңаланулардан, өзгерістерден илхамланады, йошанады. Әзір болса, шайырдың кеуіл толғанысыларменен өміріміздегі өзгерістер рубрикасына нәубетті береміз. Мархамат. Ғаризсіздік. Бұл сөзді ескенде қалбімізде өзгеше сезімдер пайда болады. Себебі ғаризсіздік бүгін халқымызға үлкен сенім, келешегіне деген үміт бағышлайды. Еліміздегі күн сайын жүз беріп атырған жаңаланулар болса, әрбір замаласымызды толып тастырады. Ғаризсіздік берген інамлар арқалы біздің өміріміз көркейіп, еледе нұрланып, оның мәнс мазмұнын жылдар өткен сайын тереңнен сезінбектеміз. Ерте таңнан байтақтымыз көшелерінен жұмысқа атланар екенбіз. Ямаса бір өтушілік сапарлар менен еліміздің түрлі аймақтарында, халық арасында болғанымызда жәулан ұрып минет етіп атырған замандастарымыздың талпыныстарын, күш қайратын, минеттегі мол табыстарын көріп сүйсінеміз. Олардың бойында ана ватан үшін бел байлап қызмет етуге рухландырып тұрған үлкен бір күш бар екендігін сезінеміз. Біздіңше бұл күш қияшлы ана ватанымызға, қасиетлі ана топырағымызға, кіндік қанымыз тамған, туылған жерімізге болған мехір, мұхаббат сезімдері менен сабақлас болса керек. Осы ватан сүйушілік сезімдері бізді еледе рухландырып, халық үшін, ватан үшін аянбай минет етуге, оның гүлдеп рауажану жолында біргелікте ат салысуға итермелейді. Қарағанда көзді қуандыратұғын зәулім имаратларды құрып атырған құрылысшылардың өнерлерінде, ямаса мазасы тіл үйрер жеміслерді жетілістіріп, халқымыз дастырханын құт берекетке толтырып атырған диханларымыздың маңлай терінде, ямаса халқымыздың денсаулығын бекемдеу жолында уақытпенен санаспай, күнді күн демей, түнді түн демей, підакерлікпенен минет етіп атырған медицина тарауы уәкілдерінің підаи істерінде, жас әулетлар кеулеріне білім нұрларын таратып, олардың инсанилық фазилетлерін жетілістіріп, камыл инсанлар етіп тәрбиялау жолында аянбай минет етіп атырған білімлендіру тарауы уәкілдерінің ізденістерінде, ямаса бүгінгі жаңалануларды сәулелендіріп атырған ахметлі жаңалықларды халқымызға жеткеріп беріп атырған медиа тарауы уәкілдерінің ізденістерінде әлбетте осы ватанға болған мехір мұхаббаттың әмелдегі көрінісін бақылаймыз, еріксіз түрде кеуіліміз сүйсінеді. Білімлендіру тарауының бір уәкілі сипатында осы тарауда алып барылып атырған реформаларға аз кем тоқталатығын болсам, бүгінгі күнде елімізде ұлыма білім беру мектеплері менен бір қатарда президент, дүрітушілік, қанегелестірілген мектеплері шөкемлестіріліп, бұл зия даргайларында еліміздің қаншадан қанша зере, қабілетлі, талантлы, көкірегінде оты бар, жүрегі ватан деп соғып тұрған, креатив пікірлейтұғын оқушы жастарымыз білім алмақта, олар өз нәубетінде осы пайызлы, кең аудиторияларда білім алған халда өздерінің талант қабілетлерін әрқилы таңлауларда көрсетіп, ата-аналарын, ұстаздарын қуанышқа бөлемекте. Өміріміздегі өзгерістер, әрбір тараудағы рауажланулар, ерсілген нәтижелер, қолға кіргізіліп атырған табыслар, бәрі ғаризсіздіктің имканиятлары. Бұны терең сезінген халқымыз бір ватан, бір халық болып, жаңа тұрмыс келешек құрамыз сүрені менен қызмет етуге, қадем таслауға ұмтылмақта. Таба алмадым сенің теңі тайыңды, тәріплей мен сүйіп жұлдыз айыңды, бүгін жер жүзіне даңқың жайылды, гүл жайнаған жаңа Өзбекстаным. Айдай жамалыңа бүлбүллер шайда, ашықлығын айтар тынбастан сайрап.
мехрін ұсынады зер құяш парлап, бақты күлген жаңа Өзбекстанда. Бірлесіп бір ватан, бір халық бірге, құшақ аштық күткен жаңа өмірге. Тәжім еттік тыныш таңға, шүкір деп абат дияр жаңа Өзбекстаным. Ең ұлы, ең әзиз байрам мүбәрек. Сен мысалы саулатлы бір бәйтерек, ықбалыңды көріп шәукілдер жүрек. Перзентің мен жаңа Өзбекстаным. Сүйсіндірер даңқлы 35 жылың, айдын хам құяшлы еркінлік жолы. Ана қалқым жасар бақытлы болып, бағы бостан жаңа Өзбекстанда. Бәлентілерде желбіреп тұр байрағың, жаңаланды қала ауыл аймағың. Құтлы болсын қаресіздік байрамың, гүллене бер жаңа Өзбекстаным. Гүл мәканда өмір бастап жаңадан, ана қалқым жасар тыныш абадан. Нәупір сулар бұрқып ағар дариядан, келің достар жаңа Өзбекстанға. Жанды тербер қаресіздік қосығы, сүйсіндірер халықлардың дослығы. Жаңа дәуір ықбал шатлық ұсынды, той тойлайық жаңа Өзбекстанда. Үмканиеттен пайдаланып гүллән халқымызды, ватанасарымызды жақынлап қалған ватанымыз қаресіздігінің даңқлы 35 жылығы менен шын жүрегімізден құтлықлап, кеуіл төріміздегі ең жақсы тілеклерімізді білдіреміз. Ілайым қаресіздігіміз мәңгі болсын, аспанымыз ашық, еліміз тыныш болсын. Әлбетте, ғаресіздік таңы жаңа ниетлерге, жаңа басламаларға жол ашпақта. Сондықтан да ана ватанымыздың еркінлігі, айдын келешегі, мақсетлері анық. Ғаресіздігіміз мәңгі болсын.